Қазақстан нарығында бағасы ең төмен, әр қазағыма қол жетімді электр көліктердің бірі BYD Қытай компаниясы ұсынды. Қытай Халық Республикасында Қытай азаматтарының арасында аталған BYD компаниясы шығарған көліктерге сұраныс өте жоғары. Бұл нені білдіреді? Бұл сапасының жақсы екенін білдіреді. Ал енді біздің нарыққа 1-2 жылдан бұрын кірген көліктердің бірі достар BYD Queen Plus, Qin Plus, Цин Plus интернет желісінде әрқалай атын атайды. Енді нағыз аты қалай екен маған әрине белгісіз. Достар, өздеріңіз осы бейнероликтің астына пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Негізі дұрыс атау қалай аталады екен? Queen Plus, Qin Plus, не болмаса Цин Plus. Осы көлік Яндекс Таксиде қандай тарифке кіреді? Яндекс Таксиде жұмыс істеу қолайлы ма? Бұл көліктің шығыны қандай? Әрине, бензин құймаймыз, газ құймаймыз. Бұл тоқ қуатымен жүретін көлік. Бұл көліктің бағасы қандай? Роликті аяғына дейін көріңіздер, қызықты болар. Достар, кім тіркелмеген болса, тіркеліп қойыңыздар. Ассалаумағалейкум достар, Демижан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Арнада такси жайлы, көліктер жайлы, жалпы қазақша контент достар қолдап кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Лайктарыңызды аямай, лайктарыңызды басайық. Достар, бұл көлікке шоуымызды бастайық. BYD Qin Plus электро тұлпары біздің нарыққа осыдан бұрын 2-3 жыл бұрын біздің нарыққа кірді. Соңғы 1 жылда өте қатты сұранысқа ие болып жатыр. Достар, неге? Өйткені бұның бағасы достар Қытайдың өзінде 4,5 миллион теңге тұрады. 4,5 миллион 10 мың доллар достар. Қазақстанда белгілі сайт Колесаны өзім қарап шықтым. 8 миллион мен 9 миллион арасында бұл бағада сатылып жатыр. Қараңыздар, Елантрадан да арзан. Hyundai Карис Елантрадан арзан. Жалпы мына көлікті Hyundai акцентпен емес, Hyundai Елантрамен де салыстырса болады. Hyundai бизнес тарифқа кіретін Hyundai Sonataмен де салыстырсақ болады достар. Бірақ айырмашылығы бұл электр тұлпар. Негізі BYD компаниясы осы Qin Plus көлігі, маркалы көлікті гибридті ретінде шығарған көліктер бар. Мен сіздерге шоу жасайтыным, бұл тек қана электр қуатта жүретін автокөлік. Гибрид өзіміз білетінде ол бензинмен де жүреді және тоқ қуатымен де жүреді. А бұл тек қана тоқ қуатымен жүреді. Кішкене отырайын, шаршап қалдым. Тауға дейін көтеріліп, қыдырып, әдемі қалай айтса табиғаты өте керемет. Алматы қаласында жүрмін, Шымбұлақтамын.
осы жерге дейін тегін келдім осы көлікпен, және жол жөнекей бір адамдарды 3000 теңгеге алып үстіге дейін көтердім, және де маған хабарласты 3000 теңгеге астыға дейін апарып тастайсың ба деп. Мен айттым, босаған кезде қазір сіздерге хабарласайын, апарып тастайын. Өзім қыдырып келдім, және жол жөнекей 6000 теңге таптық деп айтсақ та болады. Достар, жарайды, жалғастырайық. Бұл көлік 8 миллион мен 9 миллион арасында бізде сайт колесада сатылады. Және де осы сайтта мен қарағаным 6 миллион 900-ге, және де бір хабарламаны көрдім, объявленияны 4 миллион 900-ге тапсырысқа Қытайдан алып келіп береміз дейді. Ал Қазақстанда уже қазақ номерімен 8 миллион мен 9 миллион арасында белгілі бір компаниялар, мүмкін жеке тұлғалар Қытайдан әкеп, тіркеп осы көлікті сатуға қойғандар бар. Достар, бұл көлік бізге такси жүргізушілерге ыңғайлы ма, ыңғайлы емес пе, қандай расход, және де бұл Алматы қаласында жалға берілетін көліктердің бірі. Бағасы қанша, және Яндекс Таксиде бұл көлікті бағасын ақтап алуға бола ма арендасымен, және де өзіміз сатып алсақ табыс табуға бола ма екен бұл көлікпен, және де қандай шығын кетеді. Сол сұрақтарға, достар, бүгін жауап беретін боламыз. Бұл көлікте BYD компаниясымен, как бы заявлено дейді, орысша заявили, яғни 100% қуатымен, зарядымен 510 шақырымға жетеді екен. Бірақ енді шынымен жазылғаны бұлай, не болмаса по факту дейді ғой, по факту қалай екен, қанша шақырымға жетеді екен. Сонымен бұл тариф бизнеске кіреді екен. Неге кірді? Өйткені енді бұл көлікті маған берген осы жалға берген, арендаға берген автопарк көлікті енді 2023 жылғы болса, сол 2023 жылы келді бұл Қазақстанға, осы Алматы қаласында, и сразу Яндекс Таксиға тіркелген болатын. Қазір енді 24 жылдың ортасы, 1,5 жыл бұрын десек те болады, 1,5-3 ай десек те болады. Енді осы көлік келіп Яндекс Таксиға тіркелген, жалға беріледі такси жүргізушілерге. Және де сол паркте бизнес болып қалды, достар. Енді пока Яндекс оны шығарып тастаған жоқ. Егер де базада бар бұл көлік, егер де мысалы мен осы көлікті менің аккаунтыма тіркеді, и менде бизнес тариф тұр, бірақ клубтар тесті өтіп, жаңағы фотографияның бәрін өтіп, жаңағы видеозвонок совещание Яндекспен өткізіп, мен бизнесті алып кете аламын, өйткені бұл көлік уже бизнесқа тіркелген. Ал егер де қазір осы көліктер Яндексқа тіркелмеген болса, Яндексқа тіркейтін болсаңыздар, енді Яндекс оның классификаторына сай максимальный мында комфорт плюс қана несі бар, тарифы. Енді көп жігіттер мында сөйлестім, таныстым, тариф бизнесті қоспайды екен осы көлікпен. Енді недостойно дейді, отмена көп болады. Бұл кобальттар сияқты әңгімесі, комфорт тарифындағы кобальттармен әңгіме сияқты. Мысалы, клиенттер комфорт заказ беріп, кобальт түссе отмена беретіндер бар ғой. Эконом шақырсам да кобальт келеді, енді комфорт шақырсам маған кобальт келіп тұр, маған типа классом выше машина нужна деген сияқты көп отмена беретіндер бар ғой, пассажирлар. Кобальтты менсінбейтін. Сол сияқты бұл BYD-ні осы Алматы қаласында менсінбейді екен, бизнестегілер заказ берсе. Өйткені бұл К+та жүрген машина, К+ заказ берсе маған BYD келеді, бизнес шақырсам BYD кеп тұрады, К+ шақырсам BYD кеп тұрады деген әңгіме ғой. Сонымен жалпы К+та табыс бар, достар. Мен жұмыс істедім. Так, қазір мен. Так, поехали. Мен түстім почти, что достықпен келе жатырмын, Аль-Фарабиға дейін почти что жеттім. Әңгімесі сол, бизнестағылар, клиенттер менсінбей жатыр Алматы қаласында. Енді Астана қаласында енді бизнесқа болар еді. Бұл енді, достар, қараңыздар, 8 миллионның бағасы К+ тарифқа кіріп отыр. Электрокар. Бұл бензин көлігімен шығын салыстыратын болсақ, бензинге кететін уақыт 3 есе, достар, 3 есе арзан, экономичный, газдан 2 есе арзан, экономичный.
Енді қандай сұрақ туындайды, қыста қалай болады екен? Енді достар, қыста қалай болады екен, мен сіздерге әлі осы арнамда көрсететін боламын. Астана қаласынан жетіп алайын. Астана қаласында осындай электр трубары бар адамдарды іздеп жатырмын. Таптым, Zikr 001 таптым. Астана қаласында Zikr 001-ге шоу жасаймын, достар. Сонымен қандай табыс болды менде, достар, Яндекс Таксиде, комфорт плюс тарифында. Енді мен комфорт плюс тарифында көп жұмыс істемедім. Алматы қаласында бір 10 заказ істеген, санатымен істегенім бар. Кім мені қараған болса, мен ДТП болып арендаға алып едім дос балалардан. Мені соқты, мен виноват емеспін. Страховкамен ол машина жөнделіп, қайтадан сол прокатқа, аэропортқа беріліп тұр, сорадан алған болатұғымын. Досымнан контент түсірейін бизнес тарифта. Енді бизнес тарифті оформлять етейін деп жүрген кезде документтер Яндекста тестированияларын несін бәрін өтіп жүрген уақытында К+ теуіп жүрдім ғой. Бір күн тептім, екінші күні осындай ДТП-ға түсіп қалған болатұғым. Мен сонымен көп эконом тарифында, доставка тарифында Астана қаласында жұмыс істедім. Алматыға келіп тарс етіп электричкамен еще К+ тарифында жұмыс істедім. Адамдар үндемейді, артқа отырады. Бір адам енді істеген бір 15 шақты тапсырыс орындаған шығармын. Қазірде бүгін кешке дейін жұмыс жасаймын. Тиын тебен табу керек деген сияқты. Күшті, кайф, по кайфу жүрмін, достар. Енді мен қараңыздар, 3 сағатта 13 мың теңге таптым. Примерно 4 мың теңге сағатына болып шықты. Мен тип қашып жұмыс істедім. Сағат түнгі 11-ден сағат 1-ге дейін жұмыс істедім. Сосын күндіз сағат 2:30-нан 3:30-ға дейін 1 сағат жұмыс істедім. Сол кезде 13 мың теңге табысым шығып тұрды мен. 3 сағатта, жалпы 3 сағатта алған кезде. Табуға болады, достар. Бұл көлік әрине Алматы қаласына жалға беріліп жатыр. 18 мың теңге тұрады. Басқа да фирмалар бар, 16 мыңға тапсыратындар. Онда бос көліктер жоқ. 16 мың мен 18 мың арасында ғой бұл көліктер жалға берілетін. Компаниядан алдым бұл көлікті арендаға. Суткасы 18 мың теңге. Міне контакты бар, егер де алам десеңіздер, дәл осы машинада бос. Қазіргі уақытта мен оны апарып өткізіп тастаймын. Енді біреу алып кетпесе. Бірақ звондаңыздар, мне номері бар, Алматы қаласында жұмыс істесеңіздер, алуға болады жалға. Бірақ сіз новичок болсаңыз, алмаңыздар. Яндекс Таксиде жұмыс істеп көрмеген болсаңыз, арендада алмай қойыңыз. Басында қиналып кетесіз. Көріңіз, егер көлік жоқ болам, арендаға алып жұмыс істеп көрем десеңіздер, эконом тарифтан, комфорт тарифтан бастап көріңіз, үйреніп көріңіз. Өйткені сіз планка 16 мың, 18 мың теңге сразу шығара алмайсыз. Сіз сразу минусқа кіресіз. Сразу бастап кете алмайсыз. Сразу аренданы бастап кете алмайсыз. Сондықтан да бір кіші тарифтен көріп, арзанырақ көліктерден бастап көру керек. Егер тәжірибеңіз болса, достар, осыған хабарласып алып көріңіз, жұмыс істеп көріңіз. Комфорт тарифында адамдар табысы керемет болып отыр Алматы қаласында, байқаған. Осы көліктің жүрісіне келетін болсақ, достар, көлік ходовка деуші ме еді, орысша. Өте жұмсақ, достар. Талай мындай рельстерден өттім, осы көлікпен әдемі жұмсақ өтеді. Ходовкасы енді Тойотаныкі дейді ғой, ходовкасы. Сонымен қандай шығыны бар енді, әрине сіздің жүрісіңізге байланысты, сол расход колодка, май құймайсыздар, бұнда антифриздың уровень тексеріп тұру керек. Және подкапотный пространство дейді, сіздерге қазір көрсетіп кетейін, мен ашып қарадым. Ашсаңыздар, қап-қара защитка тұрады, защитканың астында мен білмейтін неше түрлі патрубоктар, нелер, айтып көрген антифриз құйылып тұр. Және де доступный омывайка. Капотты ашсаңыздар, капот кәдімгідей басқа да көліктердік сияқты, рычаг, мен Hyundai акцентіндағы сияқты. Сол жағында водительскийден тартасыз. Бірақ бір тартқанымен емес, бір тартқан кезде бір уровень ашылады, екінші рет тағы да тарту керек, до конца ашылатындай. Сөйтіп капотымыз ашылады. Сонымен капоттың астында қап-қара пластмасса защита, соның ортасындағысы защитасы шешіледі де, астында бір байқағаным бір аккумулятор тұр екен. Бұл көлікте маған айтқаны, бірақ мен оны тестировать еткен жоқпын. Тоқ қуаты пайызы төмен 0% болып қалса, 0%,
20 шақырымға жететіндей қуаты бар екен. Станцияға дейін жетіп алуға тағы да 20 километр запас ходасы бар екен. Неге жетіп алуға станцияға. Это предусмотрено, қарастырылған осы көлікте. Сонымен бұл көлік Яндекс Таксиде тариф комфорт плюсқа кіреді достар. Және де тариф плюста мен жұмыс істедім. Мен 3 сағатта 13 мың теңге таптым достар. Ол орыс арнадағы бейнероликтерім бар. Бүгін мен шығып, осы телефонға жазып жатырмын. Осының ішінде менің агрегаторым не 35% болып еді, қазір 36%. Қазір біз астыға түскенше әлі Аль-Фараби жаққа неге қуаттандыратын станцияға бара жатырмыз. Айтпақшы, қуаттандыратын станциясы через приложение достар. Тағда да басқа да компаниялар бар, которые предоставляют заряд электрокаров. Но мен бұл автокөлік Халва атын ұмытып қалдым. Сіздерге монтаж кезінде салып қоямын. Осындай мне приложение арқылы бұл көліктің станцияларын қарайсыздар. Бұндай станциялар 15 шақты станция бар Алматы қаласында, именно осы компанияныкі. Және де приложение арқылы бос емес бір көлік зарядкада тұр екен, қанша зарядкада қандай уже қуат алғаны, мысалы мен қарадым 80% да екен біреуде. Енді мен соған бара жатырмын, қазір мен жеткенше дейін ол 20%-ын қуаттандырып сол станциядағы зарядчик десе болады, босайды. Соған бара жатырмын. Қазір сіздермен бірге қуаттандырамыз, қанша ақша кететінін көретін боламыз достар. Мен енді 16%-мен бардым, сіздерге жарайды секретін айтып қояйын қанша екен алдын ала. Мен бардым, 16% зарядкамен кірдім, 52 минут зарядталды көлігім, менен жегені 2400 теңге. Мүмкін айтқан шығармын сіздерге, толық 100%-ға дейін қуаттандырғаным осы көлікті. Енді қазір 36-мен емес, енді 40-пен барып қалатын шығармыз, 40%-пен. Өйткені астыға қарай түсіп бара жатырмыз да, и машина өзі қуаттану керек. Көреміз енді достар, жетіп алайық, бара жатырмыз. Достар, енді кілтінен бастайық. Осындай әдемі кілті, бұл өзінің міне заводтан шыққан бұл кілтте 4 батырмалары бар. Әрине ол есікті жабу, есікті ашу, және де багажникті ашу, және де мынау автозавод достар. Автозавод өте ыңғайлы. Қазір сіздерге көрсетейін енді. Әрине енді есік ашып жабамыз. Багажниктің ашып жабуы мұнда 3 жерден бар. Яғни мына кілттен ойбай, анау батырып кетті ғой. Міне кілттен 2 рет басамыз, көрдіңіздер ма? Багажникіміз ашылды. Так, енді екінші батырмасы. Өзінде мұнда өте ыңғайлы. Егерде шықтыңыздарда мынаны баске қалдыңыз, болды. Біздің багажникіміз ашылды. Енді мына есіктің мынандай жерінде тағы бір батырма бар, біздің багажникімізді ашатын. Енді багажникке шолу. Багажник, достар, мұнда Evopolix делінген. Енді мен счастливый обладатель Hyundai Accent 2012 жылғы. Сонымен салыстырса, багажнигі сәл ғана үлкен. Бұның багажнигі мен нардан тұрып, мен бойымен қолым до конца жетпейді ар жаққа қарай. Менің акцентімде мен жетер едім. Айтпақшы, ұзындығы жағынан акценттен багажник ұзын, және де кен деп ойлаймын. Енді өте қатты үлкен деп айта алмайын достар. Енді сиімді жақсы, багажник сиімді. Мен сиям бекен осыған. Көрейікші. Сиіп кетем, достар. Сиіп кетем, просто шыға алмай қалам ба деп, сосын жақта адамдар кәдімгі сиіп кетуге болды екен. Бұлда бір қызығы, достар, запаскасы болмайды екен. Запас дөңгелегі болмайды. Міне, не бар бізде? Аварийный знак. Мынау баяғы бұрайтын буксировкаға арналған крючок төшімет, бұрайсыздарда буксировать етуге болатындай. Орамал, бұл өте мықты Қытайдың жібек матасынан жасалған
орамал осы комплектіде базовый комплектациясында жүреді деп қалжыңдаймын. Светоотражающий жилетка міне чехольчигімен бар екен. Мұнда бір қағаздар, мұнда документтер бар екен, міне қытайша жазылған. Тағы бір міне документтері бар екен, BYD деген. Осындай міне. Мұнда схемасы тұр ғой, машинаның схемасы тұр міне. Оны жарайды, орнына қойайық. Мынау және дөңгелекті үрлейтін. Мұнда домкрат та болмайды екен, мен байқағаным. Ол компрессор. Көрейікші мен. Компрессор проводтарын прикуривательға нетіп, дөңгелекті үрлеуге болатын. Мынандай міне компрессор бар екен. Так, қайтадан орнына қойайық. Бұның астында шумоизоляция жоқ, достар. Алып тастаған қойдым осы модельде. Міне нардан байқап тұрмын мен. Енді мынау 57 мың жүрген пробег жүрген машина, көлік 2023 жылғы. Осындай міне багажнигі. В принципе, на сиденьелар тоже откидываются, достар. Сиденьяны жатқызуға болады. Ол барлық кәріс машиналарда, жапон машиналарында, Камрида бәрінде бірдей сондай. В принципе, ничем не отличается. Подсветкасы бар. На темірі пластикпен обшитый. Клипсалары бар. Енді мынандай ручкасы бар екен. В принципе, багажник, сразу сказать можно, удобный. Багажнигі. Ал енді қуаттайтын жері, достар, міне осындай 2 разъем бар. 250 вольтқа 32 ампер және де 750 вольтқа 200 ампер. Мен осы разъеммен қуат алдырғам. Қазір бізде 35% зарядка. Сіздермен бірге барып қуаттаймыз, қанша ақша кетеді екен және де қанша уақыт кетеді екен бұл машинаның толық неге. Сонымен Яндекс Таксиде жұмыс істеп көреміз, қандай табыс табады екенбіз. Сонда көре жатармыз, өзімнің істеген нәтижелерім бар, соларды да көрсетем. Дөңгелегіміз 17 радиусты, R17, өтірік айтпасам, қайда? Міне тұр, 215, 55, R17 дисктары. Мұнда линзовая оптика дейді. Мынау дневные ходовые огни, не болмаса противотуманка десе болады. Мынау ближний дальний свет осы жерден жанады. Прям керемет жанады, достар. Мүмкіндік болса бір қараңғыда сіздерге түсіріп көрсетем. Бұның жанғанда дегенде, блин, освещениесі күшті. Мен мысалы лампочкаларымды Hyundai акцентті ауыстырам ғой, бір жаңбыр жауып қараңғы жерге түссем, дұрыс көрмей, әрең бір қаланың шетіне заказдар түсіп қалса, әрең жүремді. Мынау енді жанғанда керемет жанады. Енді оны сөзбен жеткізе алмай тұрмын, сіздерге ренжімеңіздер. Поворотниктар бар, повторители поворотов. Мынау да, достар, әдем болып жанады машина от алған кезде. Сонымен дөңгелектерді айттым. Енді салонға кірісейік, достар. Панорама жоқ. Бұл көлік, достар, Hyundai Elantra мен бірдей. Размері Hyundai Sonataдан 10 сантиметрға қысқа дейді. А бірақ ширину Hyundai Sonata мен бірдей. Ішін көрсететін болам. Қараңыздар қалай әдемі болып көрініп тұр. Так. Сонымен артқы парктрониктары бар. Комплектацияда, базовый комплектацияда парктрониктары бар. Яғни противотуманка дейді. Бұнында нардан уже сындырыпты. Повторяющий, поворотниктары өте әдемі жанады. Бұның поворотниктары байнан, яғни артқы габариттары К5 сияқты, қарап отырсаңыздар, Сонатаға да бір жер құсайды. В общем, арты К5-ға құсатуға болады. Қараңыздар, арты қандай. Сонымен есіктеріне келейік.
мынандай бір кнопкасы бар екен, кілт сұғатыны да бар екен мұнда замок. Бұл машинаны ашып жабатыны, кілт қалтада болу керек. Бесключевой доступ деген жоқ, енді мынаны басқа қалса ашады, көрдіңіздер ма? Жауып кетуге болады да, жабық. Машинаға келсеңіз, кілтіңіз қалтада болса, бұл батырманы басқа қалып, кнопканы есікті ашуға болады. Достар, ең қызықтырғаны, ең несі болғаны, достар, енді Қытайлар аямады, білмеймін енді қанша сапалы. Енді бұл пластик нарада өте жұмсақ, достар. Премиум класстағы көліктердік сияқты. Қараңыздар, қалай әдемі істелінген, нелері, мынау пластигі да өте, цветі да, бұл кожа замена, прям жұмсақ, достар. Мынандай бело-оранжевый строчка, өз заводтан келеді, жан жақта істелінген бүкіл салонда. Бұл да кожа замена, мұнда сусын қоятын орны бар екен, басқа да нишасы бар екен. В принципе, достар, нені айта кетейін, өте әдемі, өз бағасына сай, достар. Даже артық кетсе де болады деп айтар едім. Просто, керемет, жақсы жасалған. Есігі өте ауыр, достар. Андай болады ғой, бір қымбатты көліктерге отырайын десем, есіктер ауыр болады ғой, байқайсың ғой, сол сияқты. Просто, наверное, туго открываются. В общем, ощущение такое, ребята, оршылап кеттім кішкене, қымбат көлікке отырғандай сезінесің. Есік ашқан кезде қымбат көлікке отырған сияқты сезінесің. Арт жағда осылай, мұнда қандай батырмалар бар екен, жүргізушінің отырған орын жағынан. Бар стандартты, бізде бардай, бұл терезені ашып жабуының блокировкасы. Егер де балалар ойнап нететін болса, бас қойсаңыз, терезені пассажир, жолаушы ашып жаба алмайды. Сонымен 4 айнек электрлі астыға түсіріп ашасыз нелерді, терезені, яғни ашып жабу батырмалары, және де бұл регулировка дейді, нені біздің артқы зеркало заднее, боковые зеркала заднего вида, соларды регулировкасы бар мұнда, әрине. Бұл как стандартно электропакет машиналарында бар көліктерде. Так, енді ішіне кірейік, достар. Ішкі салоны керемет. Кожзам, бірақ енді сапасы прям күшті деп айтпаймын, өйткені бір косягын көрдім, қазір водительский жағынан көрем. 57 000 пробег жүрген машина, жаттап алыңыздар. Қазір көрсетіп кетейін, ана жол протакси арнасына орыс тілінде түсіріп едім, сол кезде ұмытып кеттім. Соны айттым да, сосын лучше сразу көрсетіп кетейін, достар. Міне көрдіңіздер ма? 57 000 пробег, уже мынандай нелер кетіп жатыр. Енді уақытына сай, как обычно бізде мына жақта кетеді, потертость, жыртылып, нетіп, күтіп ұстамаса, енді таксиға салсақ, осындайға дайын болыңыздар. Осындайға дайын болыңыздар. И жәнегі механический дейді ғой, сиденье. Өзіміздің Hyundai акцентіндағы сияқты. Мынау енді бұл жерді биік, төмен қып регулировка жасайды. Мынау спинка. Спинканы астыға үстіге түсіреді. Қазір. Опа. Так, ладно, потом отрегулируем. Енді артқы салонға кірейік. Жаңа кожаны сізге айттым. Бұл так, эвополик, енді өз родной емес. Артта, достар, негізі мен кен отырмын. Терезені ашып қояйықшы. Артта мысалы 4 бала сиіп тұр, или мен сияқты емес, енді қалай айтса, менен кішкене арықтау. 4 адам арықтау, 4 адам артқа сиіп тұр. Арты кен. Осыған Қытайларға рахмет деп айтайық. Hyundai Sonataдағы сияқты, мынандай көрдіңіздер ма?
подлокотнигі бар екен пассажирларға. Бизнес тарифтағы сияқты екі адаммен. Міне, мынау тоже өте әдемі, екі подстаканнигімен ыңғайлы қылып істеген. Опа, осындай міне. Мына жаңағы айтып отқан міне бело-оранжевый строчкалар әдемі көрініп тұр. Дизайны жақсы істелінген өзінің сиденьялары. Все есть для безопасности, ремни безопасности міне барлықтары бар. Міне бір пассажирға, мынау үшінші пассажирға, мына жақта міне мынау төртінші пассажирға бар. Мына ұнағаны артта екі USB разъем бар. Телефоны артқы жолаушыларға заряд алуға. Және де осындай нелері бар екен. Решеткалары бар. Вот механический обдув, міне астыға үстіге регулировкасымен, ой, сіздерге көрінбей қалды ғой. Міне регулировкасымен артқы поток воздуха на пассажира тоже есть. Мұнда бар мне. И мынау ашылма деп едім, ашылмай жайып просто. Мүмкін база комплектацияда ашып, тоже подстаканниктер бар шығар, жоғары комплектацияда. И осындай бір ниша бар міне. Араға бір телефон сияды. Бір телефон зарядқа қойып, осы жерге қойып қоюға болады екен. Осы арты кен достар, мен аяғым мынау водительский мне до конца итеріп тастадым бағана вроде бы, алдыға мне до конца ары қарай итеріліп тұр. Мұнда қаншама бос орын, міне өзім отырайын. Міне аяғым, міне қолым. Довольно просторно сзади и комфортно для пассажиров будет. Сзади сделано комфортно для пассажиров. Люк жоқ, панорама соответственно жоқ достар. Енді алдыға көшейік. Осындай мне вид достар, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, мен мысалы отырдым. Мен бір енді Hyundai акценттен кейін білмеймін, сіздер Sonata теуіп жүрсеңіздер, Elantra теуіп жүрсеңіздер де, мысалы мен Hyundai акцент теуіп жүрмін да, алдыға отырған кезде мен өзімді бір бизнес-класс көліктегідей өз-өзімді сезіндім. Достар, мына сразу қытайларды мақтағым келеді. Мына рульда базовый комплектация болғанымен, мына рульда өте көп кнопкалар бар, функциялар бар. Машинаның от алдыратын демекші, машинаны қосатын старт кнопкасы міне осы. Тормозды басамыз, және де бұл старт кнопканы басайық. Міне машина от алып жатыр. Өздеріңіз көргендей. Міне көлік қосылды бізде. Көлік қосылды, бізге обязательно ремень тақ деп отыр. Ремень тақпасақ, көп функциялары жұмыс істемейді екен. Мен ана роликта обзор жасағам орыс тілінде арнама. Сол кезде сонда байқаған болатығым. Енді кішкене бір опытымыз бар, енді айтатын жерлерін айтып кетейін, айтпаған жерлерім бар болса айтып кетейін. Так, енді үстіден астыға қарай өтейік. Темного цвета потолок обшит, достар, мне на жаққа дейін. И бұл пластик, но пластик кішкене жесткий и какой-то скользкий. Но все равно вид, ребята, вид придает, хороший вид придает. То есть бұл енді кір қатты көрінбейді, осындай темный потолок алған дұрыс деп ойлаймын мен негізі ше. Андай ақшыл свет алсаңыздар, цвет кірлері бәрі көрініп тұрады да сосын. А так, мынау не деуші еді? Марки деуші еді ғой орысша. Сонымен, как обычно біздегі сияқты зеркало заднего вида, міне салоннан очки қоятын нишасы бар, орны. Мұнда подсветка мне бар, подсветка. Мынау енді міне подсветкасы бар. Мындай не очки салатыны бар. И мұнда мүмкін базовый комплектацияда бұнда кнопкалар, полный комплектацияда, енді комплектация жоғары көлікте мұнда кнопкалар болатын. Люкті ашатын, люкті жабатын деген сияқты. Панорама болса, басқа да кнопкалар мұнда болуы мүмкін. Енді мынау базовый комплектация болғанымен ондай жоқ. Бірақ енді базовый комплектация өзіне руліне қараңыздар. Бізде Hyundai акцент карстерде базовый комплектацияда руль пустой болады. Сигнал бергеннен басқа ештеңке жоқ. Енді сонымен бұл да рульда мынау звук аудио система дейді ғой. Өлеңді ақырындатамыз, көбейтеміз. Бұл кнопка бар. Және де сенсордың өзінен астыға қарай регулировка жасауға болады. Және де мұнда тұр.
дауысты ақырындатып жоғарылататын осы жерде бар міне кнопка. Біреу, екеу, үш жерден дауысымызды регулировать ете аламыз. Және бұл өлеңдердің тректерінің орнын ауыстырады. Бұл енді айту, яғни осы системаға телефоныңыз Bluetooth-бен қосылады, звондауға болады. Окей, Google деп кнопканы басып, окей, Google деп айтуға болады дейсің бе? Мына кнопкаларын енді ренжімеңіздер, пока білмедім. Бұл мұнда круиз контроль бар міне. Круиз контроль бар. Және де бұл кнопка мынандай тамаша бір нәрсе жасайды. Баске қаламыз да, оп деп керемет өзімізге бұрылады. Және де енді қайтан орнына қойып қойайын, былайнан да нетуге болады. Бұл полноценный планшет Huawei компаниясының Huawei оперативкасы, то есть оперативный памяти и в общем бұның характеристикасы өте жақсы. Ешқандай ештеңке программа зависать етпейді. Интернет арқылы Wi-Fi-ға қосып, бұған барлық приложенияларды жүктеуге болады. Мұнда камера бар ма? Камерасы мұнда жоқ. Егерде жоғары комплектацияда мұнда встроенный камералары болады. Сол кезде Яндекстің приложениясын кіргізіп, телефон емес, осында жұмыс істей беруге болады, достар. Фотоконтролін осы жерден өтіп, егерде фотоконтроль машины, анау-мынау сұраса, телефоннан өтіп, бәрін өтіп, сосын осыған кейін ауысқан кезде фотоконтроль личность сұрақ қалады ғой, оны өтуге болады мынадан. И жұмысымызды осы планшетте жұмыс істей беруге болады. Таксида жүрген адамдар, достар, міне. И мұнда регулировка өте оңай. Басына ойладым енді, мұнда панельде механический кнопкалары жоқ. Яғни поток воздуханы өзгертетін, температураны өзгертетін бәрі осы міне планшетте. Егерде бұл планшет сынып қалса, қалай регулировка жасаймыз? Вот проблема. Или мына бір персе бір бала болды ғой. Поток воздуха мы не можем. Бір минусы. Енді базовый комплектациясында осыған да рахмет өз Қытайға. Осыған да рахмет өзім. 8 миллион теңгеге осыған сіздерге рахмет. Осының бәрі бар болғаны. Мынау енді панель, телефондарын алып тастайын. Қараңыздаршы, өте әдемі. Бір 15 миллиондық, 20 миллиондық көліктердегі сияқты істелінген, достар, міне. Өте әдемі. Қандай мұнда кнопкалар бар? Аварийка міне. Мұнда режимдарды ауыстырады. Мысалы, және менде мен тауға көтерілген кезде, сіздерге бастапқы видеоны жаза бастаған кезде, менде 30% не болды? Қуатым 30% болды. Мына largest деген система мне тұр. Бұл кнопка бұны ауыстырады. Стандарт, үстіге қарай нетейін, larger деп жазылып тұр мне. Larger деп. Осы таудан түскен кезде осын қосу керек деп маған айтқан. Сол кезде көлік өзі қуат алады. Яғни, наверное, как генератор сияқты бар. Как будто на нейтралке түседі, қуат бермейді. Машина өзі астыға қарай түседі, өз қуатымен. И сол кезде қуаттанады. Сонымен 36% біз астыға, медеуден астыға түсіп, 36% қуаттандырып алдық. Тегін. Таудан түсіп. Осы міне. Бұл енді мұнда дисплей, мұнда қанша шақырым жылдамдықтың кетіп бара жатқанын көрсетеді, мұнда қанша киловатт расходыңды көрсетеді. И және де мұнда мына бір кнопка режимдерді ауыстырады. Спорт режим, нормалға ауыстыруға болады. И эко деген режим бар. Міне эко режим. Сол маған айтты, спортқа қойып, спортпен жүре бер. Енді мен бір сутка болып жүрмін осы көлікпен. Екінші суткаға кетті. Бірақ енді қаттаса, несін разницасын еще не протестировал. Так, енді жаңағы старт-стоп, мынау енді стояночный тормоз дейді, біздің ручник демекші. Сол, антизанос, мынау автохолд. Автохолд білеміз, пробкада тормозды бассақ, сосын жіберсек, өзі машина тұрады. Газды баспағанша өзі автоматически неге П-ға қойып тұрады.
газды бассақ жүріп кетеді. Автохолд дегеніміз сол. Так, бұл енді кондиционер қосып өшіру тоже мұнда тұр. Осы жерде. Міне достар, кондиционерді осы жерден өшіреміз. Осы жерден қосамыз. Бірақ енді уровеньді қалай оны регулировать етеміз? Жоқ. Только өшіріп қосу бар екен бізде. Поток воздуха. Міне. Өлеңді мен телефон Bluetooth-ға қостым. Мынау қиын емес. Я сразу разобрался. Өте оңай. Мына жаққа нетеміз. Міне Bluetooth Music дейді. Bluetooth Music'қа кірдім. Мен телефоным қосылып тұр. Ашымен видео YouTube-тан қосып тұр. Таксуй в Алматы деген. Мен на телефонымда. Мынау Bluetooth-бен қосып тұр ғой на телефон. Мен бейнеролигім шығарған орыс тілінде, дәл осы обзор орыс тілінде. Так, енді мынандай мне подлокотник, өте енді менің Hyundai'мдікі глубже, то есть тереңдеу, бірақ жіңішке. Мынау енді пошире, бірақ не андай терең емес. Бірақ өте сүйімді. Мына жақ астыға да орын бар екен ғой, мына жаққа қарай. Міне осындай мне не бар екен, резиновый ковригімен астында болттар. Так, мынандай мне подстаканниктар бар, міне. И мына жабатын жоқ екен. Бір көліктерді көріп едім, байнамын жабылады да ашылатыны бар. Мұнда жоқ. Болды. Басқа панельде кнопкалар жоқ, достар. Бәрімізді өзіміз сияқты. Омыватель, су шашады, дворник, астыға үстіге өзіміз кәріс жапон көліктерін істеуіп жүрміз ғой. Тура сол сияқты. Мынау ближний свет, дальний свет. Міне достар, қараңыздар, жанды көріңіздер ме? Мен өшірдім, міне жандым ближний свет, міне дальний свет. Енді қараңғыда мүмкіндік болса сіздерге түсіріп беремін. Міне осы достар. Енді зарядный станцияға барамыз. Көлігімізді 100%-ға дейін қуаттандырамыз. Қазір міне 35% болды. 181 шақырымға 35% зарядкамыз жетіп тұр екен. Достар, зарядный станцияға келдім. Қарап отырсақ, бізде 34% достар, 34% батарея қуаты бар. Енді біз қалай зарядтаймыз достар? Қазір сіздерге көрсетейін, осындай мен зарядный станцияға келдім. Міне, Alva деген приложение арқылы қазір зарядтайтын боламыз. Бұл қанша уақыт кетеді екен бізде осы зарядкаға? Міне, осы разъем. Пистолетімізді алайық. GBT1. GBT разъем бұл. Оны нені білдіретін әлі білмейміз дұрыс толық. Қандай жуан провод. Так, міне. Түйема. Енді бұны бүйтіп мен ана до конца тықпадым да. Не, осылай тықтым да, неге көрмейді пистолет? Міне сіздерге көрмей ме? Кнопка бар. Соны басып до конца кіргізу керек. До конца кіргіздім. Мұнда бәрі ашылды бізде. Заряд жүріп жатыр дейді. Көрейік. Так. Жоқ, пока заряд жүріп жатқан жоқ. Біз енді оның ақшасын 34% мен 4000 теңге кіргізген болатын сол приложенияға. Сол 2400 теңгеге зарядталдым. Енді 1600 теңгем қалды. Ертең көлігімді өткізем. Сонымен бүгін 1600 теңгеге қанша зарядка тиеді. Сол 1600 теңгені Яндекс Таксиден қанша уақытта ақтап аламыз. Міне, достар, айтып отырмын ғой, 3 есе арзан мұнда. Так, көрінетіндей. Міне, мынау картада осы именно компанияның станциялары. Міне списокпен қарайық. Жаңа 15 шақты дедім осы компанияның станциялары. Станция. Міне станция 1, 2, 3, 4. Хан Шатыр Астананы көрсетіп тұрған мұнда. Мынада санасақ дұрыс болмайды. Өйткені Астананың станцияларын тоже көрсетіп отыр. Міне осыншама станция. Қазір 2, 4, 8, 11, 13, 13, 13, 13,
14, 15, 16, 17. 17 станция бар екен Алматы қаласында. Так, біздікі Аль-Фараби. Так, видео скриншотында қосып қойыңызшы достар, сіздерге дұрыстап бәрі көрінетіндей. Так. Запись экрана. Вот басталды, мына жақ шеттегі шыққан шығар уже. Так, міне Аль-Фарабини аламыз. Так, Т1 біздікі міне бірінші станция, міне ЖБТ Т1 екі станцияны көрсетіп тұр. Бізде мұнда 50 теңге 1 киловатт. Заправиться. Кетті. Дауысы кетті міне. Все, кетті. Батарея қазір оқиды, менде қанша процент екен. Екеуі состыковались. Заряд жүріп жатыр. Так, мына жақтан қарайық. Так, енді басталады қойдым қазір, әлі бастаған жоқ зарядка. Все, енді басталды, өйткені мен 34% деп мұнда уже көрсетіп тұр, достар. Сіздер көрмейді, 34% батарейка, 16.0 деп көрсетті. Машинада қанша батарейка заряд бар екен оқыды, енді басталды зарядка. Жалпы менде, міне сіздерге көрсетейін, 1618 теңгем бар счетында. Счетында 1618 теңгем бар. Сол 1618 теңгені кетіретін боламыз. Өйткені ертең машинамды өткізем. Сонымен жалпы 3 күн жүрмін, 3 күн бойы 4000 теңгеге общий қуаттандыратын боламын ғой бұл көлікті. Ертеңге жетеді маған. Көреміз қазір қалай болатын. Осындай міне обзорчик, достар. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Достар, 82% зарядталды. Болды. Қазір кеттік енді. 82% бір талайға жетеді маған әлі тағда. Қазір қарайық счетымызда қанша қалды екен. 150 теңгем қалды. 1600 теңге болған, сонда 1400 теңге, 1450 теңгеге. 1450 теңгеге жаңағы 30%-тен. Жалпы 100% зарядкаға дейін 2,5 теңге кетеді. 2000-2,5 теңге. Қазір мен 1450 теңгеге қуаттандырдым, 82%-ім бар, ол маған бір талайға жетеді. Негізі 100% 500 километрға жетеді деп было заявлено здесь, но по факту, достар, по факту 400 километрға артығымен жетіп отыр. Сіздермен тамаша бейнеролик шықты, достар. Шоу жасадым, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, достар. Қазақ тіліндегі қазақша контентті қолданыңыздар, достар. Лайктарыңызды аямаңыздар, лайк басып отырыңыздар. Мұнда басқа да әдемі бейнероликтерім бар, осы арнадағы көріп өтсеңіздер болады. Барлықтарына рахмет. Менің келесі бейнероликтерімде кездескенше сау саламат болыңыздар.